Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тіл сабағы. Бөлім ғарышқа саяхат деп аталады. Тақырыбымызды бастамас бұрын мына суреттерге назар аударайық. Суреттерге назар аудара отырып, бүгінгі тақырыбымыз қандай болмақ? Болжап көрейік. Я оқушылар, суреттерге қарай отырып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғарышқа жол, өткен шақ. Сенің білетінің, мәтіннің қатесін тауып, түзетіп жазу. Етістіктерді өткен шақта қолдана алу. Оқулықтағы 12-ші тапсырмаға назар аударатын болсақ, ғарышқа жол мәтінін әдемілеп, көшіріп жазуларыңыз қажет. Және сөйлемнен етістіктерді тауып сызуларыңыз қажет. Мәтінді әдемілеп, қатесіз көшіріп болсаңыздар, сіздер сол мәтіндегі тапқан етістіктерді құрастырып көрейік. Міне, мәтіндегі етістіктер буын-буынмен шашырап жатыр. Соларды құрастырып көрейік. Бірінші сөйлемдегі біздегі етістік ашылды. Келесі білуге. Келесі етістік тырысқан. Келесі етістік ұшырылды. Міне оқушылар, 12-ші тапсырмадағы етістіктерді таба отырып сіздермен бірге құрастырып шықты. Оқушылар, сіздер 12-ші тапсырмада ғарышқа жол туралы түсінік алдыңыздар. Енді алдарыңызға тұрған сөз жұмбақты шешу арқылы ғарыш туралы біз не білеміз? Білімімізді жинақтау арқылы сөз жұмбақты шешіп көрейік. Бірінші, Қазақстан Республикасының тұңғыш ғарышкері. Екінші, Қазақстандағы ғарыш айлағы. Үшінші, планета грек тілінен аударғанда қандай ұғымды білдіреді? Төртінші, 2 рет ғарышқа ұшқан Қазақстан Республикасының ғарышкері. Бесінші, күнге ең жақын ғаламшар. Алтыншы, жер күн жүйесінде нешінші ғаламшар. Оқушылар, сөз жұмбақты шешіп болсаңыздар,
Менің жауаптарымен өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Қазақстан Республикасының тұңғыш ғарышкері Әубәкіров, Қазақстандағы ғарыш айлағы Байқоңыр, планета грек тілінен аударғанда адасқан жұлдыз деген ұғымды білдіреді. 2 рет ғарышқа ұшқан Қазақстан Республикасының ғарышкері Мұсабаев, күнге ең жақын ғаламшар Меркурий, жер күн жүйесінде 3-ші ғаламшар екен. Жарайсыздар оқушылар. Сөз жұмбақты шешіп болсақ, келесі кезекте біз сіздермен өткен шақ туралы түсінік алатын боламыз. Өткен шақ дегеніміз, өткен шақ етістіктері іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Мысалы, оқыды, келіпті, айтқан. Тағы да басқа етістіктер өткен шақты білдіреді. Өткен шақ етістіктері не істедім, не істедің, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Міне оқушылар, бүгінгі сіздермен біздің танысқан өткен шақ туралы мағлұматтарымыз осындай. Келесі кезекте біз осы өткен шақ туралы алған білімімізді тапсырмалар арқылы орындап көрейік. Бірінші деңгей тапсырмасына назар аударатын болсақ, алдарыңызда суреттер берілген. Дескриптор суреттерге қарап сөйлем құрайды және етістіктерді атап, қай шақта қолданып тұрған айтуларыңыз қажет. Ал оқушылар, сөйлемдеріңізді құрап болсаңыздар, менің ықтимал жауаптарымен тексеріп көрейік. Мысалы, оқушы сурет салды. Не істеді? Салды, етістік. Бұл өткен шақта қолданып тұр. Балалар ағаш отырғызды. Не істеді? Отырғызды, өткен шақта. Кішкентай балалар доп лақтырып ойнады. Не істеді? Ойнады, етістік, өткен шақта қолданып тұр. Міне, бірінші деңгейдің тапсырмасын бірге орындап шықтық. Келесі тапсырмамызға көшетін болсақ, бұл бізде дескриптор арқылы тапсырманы орындап көрейік. Сөздерді жіктік жалғаулармен байланыстыруларыңыз қажет, етістіктерге тауып сұрақ қою қажет, және ол қай жақта, қай шақта айтылып тұрған анықтауларыңыз қажет. Тапсырманы орындаймыз. Тапсырманы орындап болсаңыздар, менің жауабыммен тексеріп көрейік. Мен биледім. Не істедім? Биледім. Етістік. Бұл бірінші шақта, өткен шақта айтылып тұр. Сен биледің. Не істедің? Биледің. Етістік. Биледің. Екінші шақта, өткен шақта айтылып тұр. Сіз биледіңіз. Не істедіңіз? Биледіңіз. Екінші шақ сыпайы түрі, өткен шақ. Ол биледі. Не істеді? Биледі. Бұл үшінші шақта, өткен шақта айтылып тұр. Жарайсыздар оқушылар, екінші тапсырманы да барлығымыз бірге орындап шықтық. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Сіздерге мәтін берілген және мәтіннің дескрипторына назар аударайық. Мәтіннен қатесін түзеп жазуларыңыз қажет, етістіктерді тауып, қай шақта қолданып тұрған айтуларыңыз қажет. Тапсырманы орындап болсақ, қандай қателер болды екен тексеріп шығайық. Бірінші тапқан қателеріңіз бұл сарапшылар дегенде П жазылады. Екінші сөйлемде тоқтар деген бұл жалқы есім бас әріппен жазылады. Және ғарышкер дегенде Г емес К әріпі жазылады. Міне, біз мәтіннің қатесін түзеп жазып шықтық. Енді етістіктерді тауып, қай шақта қолданып тұрған айтып көрейік. Не істейді? Алды. Не істеді? Алды. Етістік өткен шақта қолданып тұр. Не істеді?
қосылды. Жетістік бұл өткен шақта айтылып тұр. Міне, үшінші деңгейдің де оқушылар тапсырмасын мұқият қатесін тауып, қай шақта тұрған жетістіктерді анықтап, орындап шықтық. Жарайсыздар оқушылар. Келесі кезекте біз сіздермен шығармашылық үзіліс жасайық. Сіздер алдарыңызда тұрған күн жүйесіне жақын планеталарды ретімен сызу арқылы орналастыруларыңыз қажет. Ал тапсырманы орындап көріңіздер. Оқушылар, күн жүйесіне жақын планеталарды рет-ретімен орналастырып болсаңыздар, менің жауабыммен өз біліміңізді тексеріп көріңіздер. Күн жүйесіне ең жақын планета бұл бізде Меркурий, келесі бізде Шолпан, келесі үшінші бұл Жер, келесі Марс, келесі бізде Юпитер, келесі Сатурн, келесі Уран, келесі Нептун, соңғысы бізде Плутон екен. Міне оқушылар, жарайсыздар. Күн жүйесіне жақын планеталарды рет-ретімен орындап шықты. Келесі тапсырмада біз бүгінгі күнгі сабақтан не үйрендік, не білдік, өз-өзіңді тексеріп шығуларыңыз қажет. Төменде сіздерге жетістіктер жазылған. Сол жетістіктерді алдарыңыздағы тұрған, қазіргі орындалып тұрған іс-әрекетті білдіретін жетістіктерді бірінші бағанға, бұрын орындалған қимылды білдіретін жетістіктерді екінші бағанға жазып шығуларыңыз қажет. Ал оқушылар, кестені толтырып болсаңыздар, менің жауабыммен өз жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Бірінші, жазып отыр, қазір орындалып тұрған қимылды білдіреді. Оқыған, бұрын орындалған қимылды білдіреді. Тыңдап отыр, қазір орындалып тұрған қимылды. Үйренген, бұрын орындалған қимылды. Салып жатып, қазіргі іс-әрекетті білдіреді. Айтыпты, бұрын орындалған қимылды білдіреді. Үйреніп жүр, қазіргі іс-әрекетті. Ұшыпты, бұрын орындалған қимылды. Қатысып жүр, қазіргі іс-әрекетті. Белгілеп шыққан, бұрын орындалған қимылды білдіреді. Келесі, шақырып тұр, қазір орындалып тұрған қимылды білдірсе, соңғысы пайда болды, бұрын орындалған қимылды білдіреді екен. Міне оқушылар, сіздер өткен шақ туралы алған білімдеріңізді тексеріп шықтыңыздар. Жарайсыздар оқушылар. Міне енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, біз кері байланыс түрінде пирамиданы құрастырып шығайық. Бүгін біз сіздермен бірге ғарышқа жол туралы, мәтіннің қатесін тауып, түзетіп жазуды, жетістіктердегі өткен шақты, өткен шақтың сұрақтарын, жетістіктердің қай жақта, қай шақта қолданып тұрған туралы білім алдық. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.